Бақыт. Мен бақытты көрсем деуші еді. Біздің қақпаның алдындағы үлкен қара жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар, дейтін еді. Менің бақытты көргім келді. Күн батушы еді, шал қара көлеңкеде үйреншікті жолменен күнде бір қалыпта кетіп бара жататын еді. Мен біраз қарап тұрар едім де, қараңдап кетті бара жатқан сыры белгілі. Жұмбақ қайыршының аузынан шыққан бақыт деген сөзбен кеңінен елең салатын қараңғылықтан бір түрлі сескенер едім. Содан соң жылдам басып үйге келетін едім. Есікке жақындағанда шыққан қайыршының қара күңгірт даусын естіп, үйге жүгіріп кіріп, өзімнен өзім бақыт дейтін едім. Төсекке жатқанда ұзын шал көз алдыма кетпей, даусы құлағымда тұратын еді. Мен жұмбақ бақытты көрсем дейін едім. Біздің үй Түркістан қаласының оңтүстік жақ шетінде болатын еді. Бізбен бірге Жақсыбайдың үйі тұратын. Күн еңкейіп қақпасынан тасасына түсіп еді. Қақпа көлеңкесі ұзарып, бұрыштары Жақсыбай үйінің іргесіне дейін барушы еді. Осы уақытқа дейін Жақсыбайдың күн шуақта жамау-жамап отырушы еді. Барлыбай көзі қарауытып, «Апа, қарным ашты ғой», дейтін еді. Бақытсыз, бақытың жоқ қой, оны неге маған айтасың, деуші еді Күнтілім. Осы уақытта түрілген былтырғы балшық болып Жақсыбай келуші еді. Жақсыбай қалада қыш құйып күнделікті жұмыс істейтін. Жақсыбайдың қолына шүберекке түңілген бір нәрселер көрінсе, Күнтілім Барлыбайына, «Бақыттың бар екен, қырағым», деп күлімсірейтін еді. Бірақ бұл күліп уақытында күліп болған соң, бар қуаныш бетіне ғана жиылып, жүрегінде барлық бақытсыздықтың зілі жатқандай болушы еді. Күнтілім орнынан тұрушы еді. «Бірақ Жақсыбай келеді, біздің үйге келмейсің бе?» дейтін еді. Күнтілімнің бақытты түрде шыққан дауысы мені жүгіріп әкетіп, оның бақытты бетін көргім келетінде тұратын еді. Жақсыбай үй ішімен қуанышты түрде қарсы алатын. Менің ойымша, бақыт тек Жақсыбайдың үйінде, онда да ылғи кешке ғана қонақ болып кететін сияқты еді. Мен бақыт деген нан ба екен деуші едім. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Талай бақытпен қазір өзім бақыттың құшағындамын. Мен көруге құмар болған бақыт қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп, шаршатпай алға қарай бара жатқан сияқты. Бақыт өмірмен қатар келмеген екен. Өмірмен араласып өмір болып келеді екен. Бақыт қолыңды алмайды, жүрегіңнен алады екен. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп, кісімсініп, мен бақытты көрдім, бірақ Күнтілімнің бақыты маған біртүрлі, өзгеше бақыт болып, жататын төсегіңді, жүретін жерін, істейтін жұмысың, құшақтайтын жарың өмір сүрген. Бақыт емес, күн батарда Жақсыбайдың нанымен бірге қонақ боп кетуге келген бақыт болды. Менің Күнтілімнің бұрынғы бақытына қолыма ұстап, салмақтап көргім келді. Былтыр оқудан қайттым. Күнтілімнің күлімсірей қуанбай жүрген бір минуттан көргенім жоқ. Бұрын Жақсыбай нан әкелгенде күлімсірейтін болғандықтан ба, Күнтілім бақытының күлімсіреуі қуаныш болатындай болып көрінді. Бірақ Күнтілім өзінің ең бір бақыттылығын көрмей, маңызды түрде отырып айтты. Біз де шын көңілімізбен Күнтілім бақытты екен десті. Бір күні кешке жұмысынан қайтып, үй ішінің бәрі түгел отырғанда, «Жеңеше, бақытыңды, қуанышыңды айтып берсін», дедім. Басқан қадамның барлығы бақыт болған соң, менің сұрауым өрескелдеу болды ма? «Өміріңді айт дейсің бе?» деді Күнтілім сонан соң бір отырып. «Оны айтармыз, менің бір түсім бар еді. Әлде сен оқып жеткен соң менің ертеңімді бұрынғыдай тыңдамайсың ба?» Біз қолқалап отырып айтқыздық. Күнтілім бірден бір сирек кездесетін бақыттың басқаға қиғасы келмегенде отырғандарға біраз қарады да маған түсін айта бастады. «Мен комбайнда өтеймін ғой. Анау күш жұмыстан қайтып келіп, ұйықтап едім, түс көрдім. Түсімде сәске түс екен-ау деймін. Мен комбайнда барабанщик болып қырмен басып жатырмын. Бидайдың бауларын барабанға тастап жатып, қалың ойға кетсем екен. Біреу, «Қане салыңыз, тоқтап қалдыңыз ғой» деген. «Қане салыңыз, тоқтап қалдыңыз ғой» деген. Жалт қарасам, кәдімгі өзіміз Ленин. Күлімсіреп амандаса да, «Қырмандарың көбейіп, бауды бір қалыпты салыңыз, машинаңыз бұзылып қалар ма?» деп, мен таң болып тұрғанда комбайн тоқтап қалды. Ленин дереу жеңін сыбанып алып машинаны жүргізіп жіберді. «Машинаны таза сақтар, моторын сүртіп, құрғатпай май құйып тұрыңдар, шырағым.
Мына машинаның қиын екенін үйренді, оқып комбайншы бол, деді. Содан соң қызыл тақта жерге жатыр еді, оны көтеріп жоғары іліп қойды. Күнтілім бақытты екеніңді білесің бе, деді Ленин. Білем, дедім. Білсең, адал еңбек сіңір, партияның жолбасшылығымен колхозыңды нығайт, жаңа өмір құруды белсене іске, басқаларды ұйымдастыр, деді Ленин. Жолдасымның жерде шашылып жатқан бидай дәндерін көріп, бір түйір дән жерде қалмасын, ауқатты боламын десеңдер, бір дәнді шашпай, ұрлатпай алдымен астықты үкіметке тапсырыңдар, деді. Мен бір уақытта кесем сенісіме сөйлесетін көп сөзім бар еді, дедім. Онда менің партиямен сөйлес, онымен сөйлескенің, менімен сөйлескенің, деді. Қалай сөйлесем, дедім. Артық жоспарларыңды орындаңдар, партиямен сөйлескенің, сөйлесе білгенің осы, деді. Жаңалық қой, кесем біздің де бидайымызды жеп көрсін, біраз бидай берсем, деді. Деп ойланып едім, оны сезе қойып. Еңбегіңді сіңірмесе ешкімге бидай бермеңдер. Бидай еңбек күнге, адал еңбекке беріледі. Сонсын ауқатты боласыңдар, деді. Сонан соң политеттелге қарай кетті. Күнтілім сөзін бітірді. Мүмкін Лениннің тағы да айтқандары бар шығар. Мүмкін ол сөздерін тұп-тура өз күйінде айтып бере де алмаған шығар. Бәрібір өзіне мәлім қайта ерекше бақыттың кейбір меруеттер тек өзінде ақ белгілі болып қалсын, деді. Осындай түс көрдім дей салдым. Мен бақытты екенсің, деді бір шал. Шын бақытты екенсің, деді бір шал. Мұндай бақытты өзіміз көрмей бара жатырмыз. Сенің арманың жоқ екен, деді жаңағы шал. Шырақ, не дейсің, деді Күнтілім. Сен сияқты жалшы күндердің есінен шығармай, көп ойланған өзімізде түсімізге кіреме деген таудай талабыңыз бар, деді бір әйел. Ол не дегенің, Күнтілімге? Ленин айтпақшы, бәріміз соны орындап, күнде араласып жүрміз. Мен партияның мүшесімін. Партия Лениннің партиясы, деді Жақсыбай. Шырақ, деді Күнтілім. Мен партиямен астық жоспарын орындаумен сөйлессем, сен немен сөйлесесің, деді. Мен ерлерді көрсетумен, көркем шығармамен сөйлесемін, деді. Осыдан Күнтілім барынша шын түсіндім. Бақыт өмірмен қатар келмейді екен. Бақыт дегеннің өзі біздің өмір екен, деді.